Сәлем достар, бүгін сіздермен сұлы жайлы әңгімелейтін боламыз. Сұлы, яғни овсянка. Арнамыздан алыстамау үшін каналымызға тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін маңызды. Сұлы, яғни овсянка, адамға күш беретін дәнді дақылдың бірі. Халықтық медицинада қаншама жыл тәжірибеден өткен сұлының қай дертке де шипасы тиетінін білеміз. Оны қайнатып та, езіп те, ботқа да жасап және салатқа да қосып пайдаланып жатамыз. Сұлыдан дайындалатын қайнатпалар түрлерін, емдік қасиеттерін сіздерге ұсынатын боламыз. Сұлыдан жасалатын қайнатпалар: 2 стакан сұлы дәніне 5 стакан қайнаған су құйып, 2 минут қайнатады. Жарты сағат суытқан соң сүзгіден өткізеді. Қайнатпаны 2 ай бойы күніне 3 рет ас ішерден жарты сағат бұрын ішеді. 1 ай үзіліс жасап, емді қайта жалғастырады. Бұл қайнатпаны бүйрек ауырғанда, дене сіңгенде, асқазанның ойық жарасы, аш ішек дерті мен жүйке қызметі бұзылғанда емдік пайдасы өте мол. Келесі қайнатпамыз: 1 ас қасық сұлы дәні немесе сұлы жармасына 2 стакан қайнаған су құяды. Мұны келесі күні шай орнына ішеді. Ол әлсіз адамға күш-қуат береді. Әсіресе отадан кейін және ауыр дертпен ауырған науқастардың беті бері қарағанда әлсіреген ағзаны тез қалпына келтіру үшін пайдаланады. Сұлы шөбінен дайындалған тұнба зәр жолдарындағы дерт, іштің желденуі, әсіресе жұмыстан шаршап қалжырап келгенде, ұйқысыздықта пайдалануға болады. 2 ас қасық шөпті ет тартқыштан өткізіп, үстіне 1 стакан спирт құяды. Тұнба жылы жерде 14 күн тұруы керек. Күніне 2 рет тамақтың алдында осыдан 20-30 тамшыдан қабылдау керек. Сұлыдан дайындалған квас асқазан үшін пайдасы бар. 1 стакан сұлыны 3 литрлік банкіге салады да, үстіне 3-4 ас қасық қант, сол мөлшерде мейіз қосып су құяды. Бетін дәкемен жабады да 3-4 күн қояды. Дайын квасты шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышта сақтайды. Сұлыдан жасалатын ботқалар туралы айтатын болсақ, таңертең жеген сұлы асқазан ішек жолдарын жақсартады. 1 стакан сұлы жармасын 1 стакан су құйып, аздап тұз себеді де, баяу отта 15 минут қайнатамыз. Таңертең оны жылытып, сүт немесе қаймақпен араластырып жегеніңіз дұрыс. Балалардың іші қатқан кезде сұлы жармасынан дайындалған ботқа өте пайдалы, бірақ мұны қайнатпай шай секілді тұнба жасап қолданған дұрыс. Ал іш өткенде 100 грамм сұлы жармасына 1 литр қайнаған су құяды да 4 сағат қойып қояды. Содан соң қою болғанша қайнатады. Мұны күні бойы жейді. Сонда ішіңіздің өткенін тоқтатады. Ботқаның салмақ тастауға әсері бар екенін сіз білесіз бе? Ботқа салмақ тастауға көмектеседі. Диетаны 7-10 күн ұстайды. Сұлыдан дайындалған ботқаға қант, тұз салмайды. Бұл күндері сұлыдан дайындалған өзге де азық-түлікті жей алады. Сонымен қатар ботқаға таңертең кептірілген жемістер, қара өрік, мейіз сияқты қосуға болады. Сұлының теріге қандай әсері бар? Теріні тазалайды әрі нәрлендіреді. Теріні тазалайтын косметикалық зат ретінде пайдалана аласыз. Сұлы жармасын ет тартқыштан немесе кофе ұнтақтағыштан өткізіп 2 ас қасығына қайнаған су құйып ботқа жасайды. Масканы бетте 20 минут ұстайды. Содан соң жылы сумен жуып тастайсыз. Ұнтақталған сұлы жармасына 1 шай қасық ас содасы немесе 2 шай қасық тұз қосып су құяды. Қою болған масканы бет пен мойынға жақса, теріні тереңінен тазалайтын болады. 2 ас қасық бал, 1
ас қасық қою қара шай, 2 ас қасық сұлы жармасы, жарты ас қасық зәйтүн майы барлығын бірге араластырып, бетте 15 минут ұстайды. Артынан жылы сумен жуады. Құрғақ бет терісі үшін сұлы ұнын жарты стақан сүтпен араластырып қайнатады. Суыған соң 1 ас қасық бал қосып, бетте 20 минут ұстап тұрады. Артынан жылы сумен жуып тастайсыз. Сонда бетіңіз тазарады әрі нәрленеді. Сұлы сүтінің қандай пайдалары бар? Сол жөнінде сіздерге айта кетейін. Сұлы сүті несеп айдайтын және өт айдайтын табиғи тамаша құрал. Суық тию, тұмау ауруларында ол небәрі 2-ақ күн ішінде жөтелді басады екен. Зат алмасуын жылдамдататындықтан мұндай сүттің көмегімен оңай арықтауға да болады. Егер сұлы сүтін тоник орнына не бет жуатын құрал орнына қолдансаңыз, оның құрамындағы антиоксиданттар мен А және Е дәрумендері теріні жақсартып, сау әрі әдемі көрсетеді. Сұлының құрамында кальцийдің көп мөлшері бар екенін білесіз бе? Сондықтан сүтті тұрақты түрде пайдалану арқылы тісіңіздің, шашыңыз бен тырнағыңыздың сау болуы үшін қолдануыңызға болады. Сусын қан құрамындағы холестерин мөлшерін азайтып, жүрек қан тамырлар жүйесін жақсартады. Сұлы сүті ағзадан артық сұйықтықты шығарып, бауыр мен бүйрекке жақсы әсер етіп, ісінуді басады. Ол тыныштандырады, ұйқысыздықты, шаршауды, күйзелісті бастан өткерген кезде қолдансаңыз, күйзелістен шығуға көмектеседі. Сұлы сүті асқазан ауруы мен құрт ауруын емдеуде де үлкен игі ықпалын тигізеді. Сондай-ақ адам ағзасындағы жүрек қан тамыр ауруларының пайда болуына, қан қысымының ауытқуына әсер ететін қан құрамындағы холестерин деңгейін азайтады. Сұлы сүті зәр шығаруды да оңайлатып, қуық байланғанда оның жолы ашуға әсерін тигізеді. Оған қоса, адам ағзасындағы зат алмасу жұмыстарын жақсартып, жүйке жүйесін, жүрек бұлшықеттерін бекітеді. Сұлы сүтінің бауырдың, өкпе мен өттің қызметін жақсартуға да ықпалы тиеді. Егер қант диабетіне қандай пайдасы бар десеңіз, сұлы сүті таптырмас шипалы сусын. Сұлы сүті сонымен қатар адам ағзасындағы иммундық қуатты көбейтіп, ағзаның түрлі дерттерге қарсы тұру қабілетін жақсартады. Ол аз десеңіз, стресстен арылуға, жүйке жұмысын қалыпқа келтіру үшін шаршағанда ұйқыны жақсартуға көмектеседі. Арықтау мақсатында сұлыны қалай қолданамыз? Кейбір адамдар арықтау үшін таңғы асқа суға қайнатылған сұлы ботқасын жейді. Таңғы асқа осы ботқаны ғана жеп, сәлден кейін қарны ашып, дұрыс тамақтанудан көңілі қалып жатады. Алайда таңғы асқа тек қана сұлы жеу дұрыс емес. Оның құрамында ақуыз да көмір суларда бар екені рас. Дегенмен ағзаға қажеттіні бере алмайды. Сондықтан да сұлы ботқасына қосымша қайнатылған жұмыртқа, жаңғақ, жарты дана авокадо жеуге болады. Міне осындай таңғы ас үйлесімді тамақтану болып табылады. Сұлыны қантсыз, майсыз жеу өте дәмсіз болар. Көп адам сұлыға қант қоспай жей алмайды. Сол себепті де бұл ботқаға сүт, қант, шоколад, сары май қосады. Осындай қоспалар қосылған сұлы ботқасы өте калориялы тағамға айналады. Мұндай тағамды күнде жейтін болсаңыз, арықтауыңыз екіталай. Аз мөлшерде қант пен май қосып жесеңіз, фигураңыз бұзыла бастайды. Ал ботқаның мөлшерін азайтсаңыз, жағдай басқаша болуы мүмкін. Тез дайындалатын сұлыны таңдау дұрыс па? Сұлының барлық түрі пайдалы деп ойлайсыз ба? Жоқ, әрине. Сұлының тез дайындалатынын сатып алмаңыз. Өйткені мұндай тағамның құрамында қант дәрумештері, басқа да қоспалар өте көп.
ендеше сұлының қоспасыз әрі тез дайындалмайтынын таңдағаныңыз дұрыс. 20 минут қайнатып, содан кейін ғана жеуге болатынын сұлыны қолданыңыз. Мұндай сұлы өңдеуде өтсе де нәрлі заттарға бай болады. Егер денсаулығыңызды жақсартамын десеңіз, ең алдымен ішіп жейтін тамағыңызды дұрыстауға көңіл бөлген жөн. Дәмділігіне емес, тағамның ағзаларыңызға тигізер пайдасын көбірек назар аударыңыз. Сонда ауру сырқаудан аулақ болып, өмір жасыңыз ұзағырақ болады. Айтылған кеңестеріміз көңілдеріңізден шыққан болса, біздің арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Біздің арнадан алыстамаңыздар. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін. Сіздермен бірге болған плюс бәріне керек арнасы.